Қазақстан ескек кесуден Азия чемпионатын жоғары деңгейде өткізді. Бірақ жарыстың соңғы күні дәл сол ЕСУ арнасында екі жаттықтырушының арасында төбелес болды. Қақтығысқа қатысқан тараптардың әрқайсысы оқиғаны өзінше түсіндіреді. Батыс Қазақстан облысындағы кәдімгі қоқыс полигонынан табылған медициналық қалдықтар есіңізде ме? Бұл оқиғаға қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Қалдықтарды жоюға жауапты компания анықталды. Белгілі болғандай, ол өңірдегі бір ғана емес, бірнеше медициналық мекемеге қызмет көрсетеді. Швейцариялық Стедлер компаниясы КТЖ үшін шығарылған вагондар қабылдауға дайын екенін мәлімдеді. Алайда көлік министрлігі мен самұрық-қазына бұған келіспейді. Олардың айтуынша, тежеу жүйесіне қатысты ескертулер әлі толық жойылған жоқ. Кімнің сөзі рас? Осыны ФБР анықтауға тырысты. Аптаның басты жаңалықтарын жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. 2026 жылдың 4-7 маусым аралығында Түркістан қаласында байдарка мен каноэде ескек кесуден 6 Азия чемпионаты өтті. Жарысқа 15 елден 350-ден астам спортшы қатысты. Барлығы 67 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Қазақстан құрамасы көшбасшылар қатарынан көрініп, жалпы 41 медаль жеңіп алды. Оның 20-сы алтын. Алайда жарыстың соңғы күні 7 маусымда ЕСУ арнасының аумағында жағымсыз оқиға болды. Бұл туралы жаттықтырушы Тимур Алиханов өзінің Instagram парақшасында жазды. Оның айтуынша, ескек ЕСУ спорт түрлері бойынша Қазақстанның мемлекеттік жаттықтырушысы Даулет Сұлтанбеков пен қызметтік бөлмелердің бірінде жанжал шығып, артық төбелеске ұласқан. Алихановтың сөзінше, Сұлтанбеков сол кезде мас күйде болған. Оның 2 рет жақпысынан ұрған. Куәгерлердің көзінше балағаттап, жұмыстан шығарамын деп қорқытқан. Осыдан кейін Алиханов полицияға арыз жазған. Оның айтуынша, кейін арызын қайтарып алу үшін өзіне қысым жасалған. Бірақ ол арызын қайтарып алудан бас тартқан. Ал Сұлтанбеков өз кезегінде қарсы арыз түсірген. ФБР редакциясының қолына қақтығыстың толық бейнежазбасы түсті. Оқиға бейне бақылау камераларына жазылып қалған. Бейнежазба жанжалдың нақты кімнен басталғанын анық көрсетуге мүмкіндік бермейді. Алайда қақтығыс екі тараптың да қатысуымен болғанын көрсетеді. ФБР Түркістан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына ресми жауап жолдады. Сонымен қатар Қайық Федерациясы тараған видеолар оқиғаның толық көрінісін көрсетпейтінін мәлімдеді. Федерацияның айтуынша, жарияланған кадрлар тек оқиғаның жекелеген бөліктерін ғана қамтиды. Қазіргі уақытта осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Сондықтан федерация қорытынды жасауға асықпауға шақырады. Өз нұсқасын Даулет Сұлтанбеков те жариялады. Ол алкоголь қолдану деген айыптауларды жоққа шығарды. Сұлтанбековтың айтуынша, оқиға кезінде ол жарыстың директоры міндетін атқарған. Оның сөзінше, жанжалдың басталуына Алиханов себеп болған. Алиханов федерация мүлкін түгендеу жүріп жатқан кезде рұқсатсыз бөлмеге кіріп, шкафтарды қарай бастаған және қонақтарға сыйлық ретінде дайындалған талисманды алып кетпек болған. Сұлтанбековтың айтуынша, затты қайтару туралы талаптарға Алиханов құлақ аспаған, балағат сөздер айтып, жанжал шығарған. Оның нұсқасы бойынша алғашқы соққыны да Алиханов жасаған. Содан кейін өзі жерге құлап, сол жерде соққыға жығылып, қорқытуға ұшыраған. Тек содан кейін ғана жауап ретінде соққы жасағанын айтады. Оның сөзінше, видеоға түскен дәл осы сәт болған. Бір оқиғаға қатысты екі түрлі нұсқа, ал қолдағы бейнежазба қақтығысты нақты кім бастағанын бір жақты анықтауға мүмкіндік бермейді. ФБР Түркістан облыстық спорт басқармасынан жауап күтуді жалғастырып отыр. 5 маусымға қараған түні Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданына қарасты Байқоныс ауылы маңындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонынан медициналық қалдықтар табылды. Атап айтқанда, пайдаланылған шприцтер мен биоматериалдары бар сынауықтар анықталған. Қалдықтардың жалпы салмағы 144 келі. Олар су айдынынан шамамен 400 км қашықтықта жатқан. Бұл ақпарат әлеуметтік желілерде жарияланғаннан кейін тексеру басталды. Ал жауапты тұлғаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды.
Енді осы өңірдегі медициналық қалдықтарды жоюға кім жауап бергені белгілі болды. Мемлекеттік сатып алу порталындағы мәліметтерге сәйкес, Орал қаласындағы номер 1, номер 2 және номер 4 емханалардың медициналық қалдықтарын кәдеге жарату қызметін Кемел жеке кәсіпкерлігі көрсетеді. 3 емханамен жасалған келісімшарттың жалпы сомасы 8,2 миллион теңгеден асады. Техникалық талаптарға сәйкес В және Б санатындағы медициналық қалдықтар өртеу арқылы жойылуы тиіс. Тексеру нәтижесінде емханалардың өзінен заң бұзушылық анықталмаған. Мәселелерді қалдықтарды кәдеге жарату кезінде туындаған. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алу порталындағы мәліметтерге қарағанда, Кемел ЖК өңірдегі басқа да медициналық ұйымдарға қызмет көрсетеді. Олардың қатарында Батыс Қазақстан облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы мен обаға қарсы станция бар. Қазіргі уақытта кәсіпкерге қатысты ресми тергеу басталды. Қазақстан 2030 жылға дейін жасалған келісімшарт бойынша Стерлер компаниясынан 557 жолаушылар вагонын алуы тиіс. 2025 жылы алғашқы 51 вагон шығарылған. Алайда қауіпсіздік пен кейбір жүйелердің сенімділігіне қатысты ескертулерге байланысты жеткізу мерзімі 2026 жылға шегерілді. Бастапқы жоспар бойынша вагондар 2026 жылдың сәуірінде іске қосылу керек еді. 10 маусым күні Самұрық-қазына қорының экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры Айдар Рысқұлов вагондардың қабылданбағанын мәлімдеді. Оның айтуынша тежеу жүйесіне өзгерістер енгізу қажет. Рысқұлов Стерлер анықталған кемшіліктерді мойындап, оларды өз қаражатты есебінен түзетіп жатқанын айтты. Ал жеткізуді қайта бастау мерзімі ретінде 2026 жылдың 2 тоқсаны аталды. Алайда дәл сол күні Стерлер Қазақстан жшс бұл мәлімдемеге қарсы шықты. Компанияның өкілдерінің айтуынша 2025 жылдың соңында анықталған тежеу жүйесіне қатысты ескертулер 2026 жылдың ақпанына дейін толық жойылған. Одан кейін 28 ақпан мен 1 наурыз аралығында сынақтар өткізілген. Сондай-ақ 2026 жылдың мамырында Ақмола және Жамбыл облыстарында қосымша сертификаттан тыс сынақтар ұйымдастырылған. Оған жолаушылар тасымалы ақ мен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының өкілдері қатысқан. Компанияның мәлімдеуінше сынақ қорытындысы бойынша тежеу жүйелері барлық талаптарға сай деп танылған. Сондықтан Стерлер вагондарды қабылдауға толық дайын деп есептейді. ФБРК бұл мәселеге байланысты көлік министрлігі мен Самұрық-қазынаға ресми сауал жолдады. Көлік министрлігі қазіргі таңда вагондардың тапсырыс беруші тарапынан қабылданбағанын растады. Министрліктің мәліметінше тежеу жүйесіне қатысты барлық ескертулер әлі толық көлемде жойылмаған. Ведомство бұл қайшылықты былай түсіндірді. Өндіруші анықталған мәселелерді қосымша талаптар ретінде қарастырды. Ал тапсырыс беруші тарап оларды келісімшарт талаптарына толық сәйкестікке қол жеткізу үшін міндетті өзгерістер деп есептейді. Министрлік бұл мәселе өз бақылауында екенін мәлімдеді. Ал Самұрық-қазына өз жауабында КТЖ басшылығының 16 маусымдағы үкімет отырысының қорытындысына арналған баспасөз мәслихатында айтқан ұстанымына сілтеме жасады. Оған сәйкес қауіпсіздік, сенімділік және сапа талаптарының толық орындалғаны расталмайынша бірде-бір вагон қабылданбайды. Бұл шешім жеткізу мерзімдері мен коммерциялық міндеттемелерге қарамастан қабылданады. Сондай-ақ Самұрық-қазына премьер-министрдің өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне КТЖ мен Стерлер компаниясының жеткізу процесін жеделдету бойынша шаралар қабылдауды тапсырғанын хабарлады. Алайда келісімшарттағы құпиялылық талаптарына байланысты қор қосымша мәлімет беруде бас тартты. Қорытындылай айтқанда, өндіруші вагондар дайын дейді, тапсырыс беруші бұған келіспейді. Ал көлік министрлігі тапсырыс берушінің ұстанымын қолдап, айырмашылық бір мәселеге екі түрлі көзқараспен қараудан туындағанын айтып отыр. ФБРК бұл жағдайды бақылауды жалғастырады. Осымен бәрі арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар,